Assalamu alaikum. Бүгін біз сіздермен гүл тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге жіп қажет және крючок қажет. Ең бірінші біз кольцо жасап, содан бір петля шығарып жасап аламыз. Және осыдан 8 петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петля теріп алдық. Енді ең бірінші петляға келіп, бекітеміз бірге бәрін. Кольцо жасап аламыз. Міне, бізде домалақ кольцомыз дайын. Енді осыдан 3 петля көтереміз, іліп аламыз. 1, 2, 3. Енді осы кольцоны айналып 24 петля накидым тоқып шығамыз. Крючок, бізде 3 теріп алған, іліп алған жібіміз 1 петляға саналады. Екіншісін тоқимыз. 2, екеуден біреу шығарамыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Жіпті тартып шығарамыз. 3, үшеудің екеуінен біреу, екеуінен біреу шығарамыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Кольцоның ішіне кіргіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. 3 петля болады. 3 петляның алғашқы екеуінен біреу шығарамыз. Кейінгі екеуінен тағы біреу шығарамыз. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламыз. Кольцоға кіргіземіз. Жіпті тартып шығарамыз, іліп алып. Алғашқы екеуден біреу шығарамыз. Қалған екеуден біреу шығарамыз. Міне, бізде қазір 1, 2, 3, 4, 5 петлямыз дайын. Осылай 24 петля тоқып шығамыз. Ары қарай 24 петляға дейін өзіміз тоқып шығамыз. Міне, мен 24 петля тоқып алдым. Енді ең бірінші көтерген 3 воздушный петляға осыны бекітеміз. Жіпке бірінші петлясына, үшінші петлясына крючокты кіргізіп, жіпті барлық жіптен тартып шығарамыз. 3 воздушный петля көтердік қой, мұны. Соның үшіншісіне крючокты кіргізем, жіпті іліп алам, барлық жіптен шығарып аламын. Осы астындағы жіпті тартсақ, ортасы бізде жиырылады. Енді осы жерден 7 петля іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петля іліп алдық. Енді 2 петляны қалдырамын. Мына петляны тастаймын. Екінші петляны тастаймын. Үшіншісіне без накидамен бекітемін. Міне, екеуден біреу шығарам. Тағы да 7 петля ілемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля іліп алдым. Енді мына жақтан 2 петля тастаймын. Мына 1 петляны қалдырам, 2 петляны қалдырам. Үшіншісіне без накидамен бекітемін. Мінекей. Жіпті тартып шығардым да, екеуден біреу шығардым. Міне осындай аркалар пайда болады. Тағы да 7 петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да 2 петля тастаймын. Осылай соңына дейін, соңғы петля қалғанға дейін тоқып шығамыз. 1, 2, үшіншісіне без накидамен бекітемін.
жіпті тартып шығардым. Екеу, екеуден біреу. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Міне мен барлығын айналдырып тоқып келдім. Енді соңғы нені мен жетеу алып қойыппын. Қазір соңғысын көрсетемін. Соңғысында 3 петля ғана іліп аламыз. 1, 2, 3 петля іліп аламыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Мына бірінші жасаған аркадағы 3-ші петляға, 1, 2, 3-ші петляға накидым тоқып аламыз. Міне жіпті тартып аламыз. 1, 2, мінекей. Ең соңғымыз осындай болады. Енді тағы да 6 петля іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына бірінші жасаған аркамызға осыны без накидамен бекітеміз. Тағы да солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі аркаға бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесіне без накидамен бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Осылай каркасын құрып аламыз, бірінші. Қазір енді осы жапырақтардың бәрін айналдырып тоқитын боламыз. 3, 4, 5, 6. Мен уже соңғысына келіп қалыппын. Енді осы жерде екеуін жалғаған бірінші петляға бекітемін. Без накидамен. Осындай бізде каркасы пайда болды. Енді біз мына осы 6 тоқыған бірінші аркамызға қазір 1, 2, 3 іліп аламыз. Осы аркаға общий санағанда 10 петля накидын тоқуымыз керек, бірақ біз ортасында 5-ден кейін 3 воздушный петляны теріп алатын боламыз. Ол қалай міне? 1, 3 воздушный петлямыз 1 петляға саналады, 2, 3, 4, 5. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Шетке жылаштамыз. Енді осы жерде 1, 2 петля, үшіншісін соңғы мына жердегі петлямызбен алдыңғы мына петлядан екеуінен шығарып аламыз. Міне осылай. Без накидамен бекітеміз. Сонда үш бұрышы пайда болады жапырағымыздың. Енді қарай тағы да 5 петля с накидын тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне осындай жапырағымыз пайда болды. Ендігісін қараңыздар, мұқият қараңыз. Бізде бірінші кольцодан кейін терген 7 петлямыз бар, мына жерде. Енді біз ары қарай петляға жіпті крючокқа іліп аламыз да,
осы мына астындағы аркамыздың екінші жағына тоқимыз. Мына тек осы боймен ғана 8 петля с накидом. Осы бір бойға тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, мінекей 8 петля теріп алдық. Енді қараңыздар. Мына бос қалған екінші жағына, мына жерге біз қазір екінші жапырағын тоқимыз. Ол үшін гүлімізді айналдырамыз. Екінші беттегі жіпті крючокқа іліп аламыз. Мына тұрған бойға 8 петля с накидом тоқимыз. Екінші жапырағын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, мінекей 8-ші рет тоқып алдық. Енді гүлімізді қайтадан өзіміздің алтымызға қаратамыз. Міне бізде уже осындай жапырақтары шығып жатыр. Енді крючокқа жіпті іліп аламыз. Артындағы кейінгі жасаған екінші 6 петля теріп алдық қой екінші рет. Сол 6 петляға, 6 петляға 5 бесеуден 10-ын тоқимыз. Бесеуінде андай 3 бұрыш жасап кетеміз. И мына кейінгі мына аркаға жетеу жасағанның кейінгі жағына 8, сосын айналдырып екінші жағына 8 тоқимыз. Мына жаққа өткенде сразу уже біз басында 3 петля теріп алдық қой. Олай термей сразу артындағы неге с накидын тоқып кетеміз уже. Мына аркаға. Екінші 6 рет терген воздушный петлямызға 5 рет тоқып аламыз. Бірінші менікі уже, үшіншісі, төртіншісі. Міне 5 рет с накидын тоқып алдым. 1, 2 теріп алдымдағы, үшіншісін осы жердегі мына петляға 5 накидамен бекітемін. 3 бұрышымыз пайда болады жапырақтағы. Енді арғарай тағы да 5 петля с накидын жалғастырып тоқып кете береміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мінекей екінші 3 бұрышты жапырағымыз дайын болды. Енді мына 7 петля теріп алдық қой. Соның осысына жіпті іліп алып, тағы да 8 петля с накидын тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, алтауын тоқыдым. Жетеу. Осы жерге 8-шіні тоқимын. Енді гүлімді айналдырамын да. Осы жаңағы 7 петля теріп алғанның екінші несіне, екінші жақ
аркасына жібімді крючокқа іліп алам. Осы жерге 8 рет накидім тоқып шығам. 1 2 3 4 5 6 7 8. Гүліміздің екінші жапырағы да дайын. Қайтып өзіміздің бұрынғы немізге айналдырамыз. Осылай. Енді қазір артындағы мына 6 петляға жіпке крючокты іліп аламыз. Осыған 5 рет накидім тоқып аламыз бірінші. 1 2 3 4 5. Енді осы жерде 1 2 петля іліп аламыз да, үшіншісін мына жерге без накидамен бекітіп аламыз. Енді ары қарай 5 рет накидім тоқып шығамыз, я? Мінекей. 1 2 3 4 5. Үшінші жапырағымыз да дайын. Енді мына бірінші рет жасаған аркамыздың мына екінші жағына аламыз да 8 рет накидім тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді гүлімізді айналдырамыз да, мына тұрған бос аркаға тоже 8 рет накидім тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді өз гүліміздің орнына келтіреміз. Енді осы артындағы аркаға жіпті іліп аламыз. 5 рет накидім тоқып аламыз. 1 2 3 4 5. 2 рет теріп аламыз. Үшіншісінде мына 2 петлядан өткізіп, без накида тоқимыз. Ары қарай тағы да 5 тоқимыз. 2 3 4 5. Осылай ары қарай тоқып кете береміз, я? Мына жаққа 8, сосын мына жаққа 8, мына жаққа 5 тоқып алып, 2 петляны іліп, қағада 5 тоқып, аяғына дейін тоқып шығамыз өзіміз. Міне мен соңғы 6 петляға 10 рет тоқып алдым. Енді соңғы мына 7 петляның мынасымен мынасына 8-8-ден тоқимын.
Крючокқа жіпті іліп алам да, осы арқаға 8 рет тоқып шығам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жақтағысына айналдырып келемін де, мына арқаға қолға дайламын. Мына арқаны аламын да, осы жерге тоже 8 рет накидім тоқып шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне тоқып болдық. Енді артындағы бірінші рет 3 рет накидім тоқыдық қой. 3 петля теріп алдық қой. Сол жаққа бекітеміз. Бәрінен сразу бірақ шығарып аламыз. Сөйтіп жібімізді кесеміз. Міне қиып алдық, тартып, жібімізді тартсақ, ол байланады. Енді бұл гүліміздің айналасын рачишакпен айналдырып, әдемілеп тоқимыз. Міне бірінші кез келген петляға крючокты кіргіземіз және жібімізді тартып шығарамыз. Іліп аламыз дағы. Енді осыны обычно алдыға қарай тоқимыз ғой. Бұда бір воздушный петля теріп аламыз. Бұл рачишакта керісінше тоқимыз, кейінгі арттағы петляға кіргіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Осы 2 петлядан 1 петля тоқимыз. Тағы да арттағы петляға кіреміз. Жіпті іліп алып шығарамыз. Екеуінен біреу шығарамыз. Бізде мына жердегі бұрышымыз, бұл жерге 2 воздушный петляны іліп аламыз. Сосын кейінгі петляға тоқып кетеміз. Осы 3 бұрыштан кейінгі алғашқы петляға тоқып кетеміз. Кечепті тартып шығардық. Тағы да кейінгі арттағы петляға кіргіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Екеуінен біреу шығарамыз. Арттағы петляға кіргіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Екеуден біреу шығарамыз. Арттағы петляға кіргіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Екеуден біреу шығарамыз. Арттағы петляға үреміз. Тартып шығарамыз. Осылай каждый петляға тоқып шығарамыз. Осылай өзіміз ары қарай тоқып келеміз. Мына жерге келгенде санап отырамыз. Біздер мына жерден 5 петля тоқыға біз 3 бұрыш жасағаннан кейін. Мінеке 1 петля, 2 петля, 3, 4, 5 петля қалғанда уже мына жағынан тоқимыз. Мына жақтан бітті, мына жақта бізде 5 петля қалды. Енді аламында осының артындағы бірінші тұрған петляға крючокты кіргізіп, жіпті іліп тартып шығарам. Екеуден
біреу шығарам. Кейінгіге де екеуден біреу шығарам. Осылай жалғастырып кетеміз, жапырақтардың арасын. Міне менде гүлім дайын. Енді тек моншақтармен украшать ету қалды. Моншақты өз қалауыңыз бойынша украшать етсеңіз болады. Осылай инемен нені алып, жаңағы жіпке моншақты өткізіп, тігіп ала бересіз. Мысалы, осылай міне. Менде енді ақ моншақ қойған дұрыс болар еді. Қазірге уақытша сіздерге көрсеткенге осылай жасай беремін. Моншағымызды аламыз. Келесіне кіргіземіз. Осылай моншақ қойып шықсаңыздар болады. Мінекей гүліміз осымен дайын. Видео сізге ұнаса, каналыма жазылып, подписаться кнопкасын басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоларым жаңадан шыққан кезде сізге сразу келіп тұратын болады хабарлама. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.